Айша анамыз, Алла оған разы болсын, былай баяндаған. Бірде түнде Алла елшісін саллаллаху алейхи уассалам төсектен таппай қалдым. Содан қараңғыда сипалап іздеп жатқанымда, қолым оның намазда тік тұрған екі табанының ішкі жағына тиді. Ол сәждеде былай деп дұға жасап жатыр екен. Аллахумма а'уду биридака мин сахатик, ва бимуафатика мин уқубатик, ва а'уду бика минк, ла ухси танаан алейка анта кама аснайта аля нафсик. Ва Алла тағалам, сенің ашуыңнан разылығыңа, жазаңнан кешіріміңе сыйынамын. Сеннен өзіңе, ашуыңнан рақымыңа сыйынамын. Саған лайықты мадақты айтып тауса алмаймын. Сен өзіңді қалай мадақтаған болсаң, дәл солайсың. Қадірлі тыңдарман, Шағбан айы мен Бараат түнінде кез келген нәпіл намаздың сәждесінде осы дұғамен Аллаға жалбарыну өте көркем амал болып есептеледі.